Бейнероликтің демеушісі One X компаниясы жоғары кайфтер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету орталығы тек сол жерде. One X сілтемесі төменде. Роналдудың айып топтарына соққан голдарына статистикасы фантастикалық екені барлығына мәлім. Португалдық футболшы бүгінгі күнге дейін мансабында 55 мәрте айып тобынан гол соғып, қарсыласты қапы қалдырды. Алайда туриндық Ювентусқа ауысқаннан кейін футболшының статистикасы өте қатты нашарлап кетті. Клубтық деңгейде Роналду соңғы рет 3 жыл бұрын соқты, ал ұлттық құрама сапында өткен жылғы жазда соқты. Неліктен Криштің статистикасы осыншама деңгейге дейін құлады? Бүгінгі бейнероликте анықтап көрмек. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Әлі Манчестер Юнайтед сапына Роналду айып топтарын орындауда ерекше ынтамен жаттықтыратын. Күнделікті жаттығулардан кейін Криштиану Руни және Райан Гиггс сағаттап айып топтарын теуіп жаттығатын. Криш тіпті сол кездегі МЮ қақпашысы Эдвин ван дер Сарға айып тобы сәтіндегі қақпашының психикасы мен ойлары жайлы сұрақтарды өте көп қоятын. Футбол сарапшыларының пікірі бойынша Роналдудың айып тобын орындау сәтіндегі басты фишкасы футболшы соққыны доптың салмағы жиналған тұстан мүмкіндігінше доптың ниппесі тұсына тебеді. Соққының жойқындығы мен доп траекториясын қақпаға дейін өзгертіп, қақпашыға өте ыңғайсыз келеді. Әрине, Роберто Карлостың әдісіне жетпесе де, Криштің бұл қулығы көптеген қақпашыларға қиындық туғызады. Бұны Роналдудың өзі мойындамай, жеке сырымен бөліспейтінін айтты. Футболшының сөзінше, егер барлығын дәл қазір жайып салса, қарсыластары стандартты жағдайларда үлкен басымдылыққа ие болады. Мадридтік Реалға ауысып, Роналду айып топтарын қақпаға қадауды тоқтатпады. Криштің құпия техникасы жемісін беріп, Реалға бір ғана жеңістер сыйламады. Ювентусқа ауысқаннан кейін футболшыны сұмдық фиаско күтуде болды. Ескі сеньора сапында Роналду әлі күнге дейін айып тобынан гол соқпады. Бүгінгі күнге дейін португалдық вингер Юве сапында 40 мәрте айып тобын орындап, 25 мәрте соққысын қарсылас команда құрған хабарға қабылдады. 12 рет қақпашылар қайтарса, 3 мәрте соққысы қиыс кетті. Ең қызығы, Роналду келгенге дейін Юве футболшылары айып тобын сәтті орындау көрсеткіші бойынша Еуропа рекордсмендері болатын. Итальяндық La Repubblica баспасы Ювентус жаттығудан кейін әр бейсенбі сайын айып тобын орындаудан шағын жарыс ұйымдастыратынын хабарлады. Баспа ақпаратына сүйенсек, жарысқа небәрі Дибала, Пьянич, Коста төртеуі ғана қатысса да, Роналду әлі бір мәрте жеңімпаз болмады. Өткен маусымда Массимилиано Аллегри Роналдуды өзіне ыңғайсыз позициялардан тепті деп ақтаумен келетін. Роналду өте ақылды жігіт, ол Дибала мен Пьянич айып топтарын жақсы орындайтынын біледі. Сол себепті доп қақпаға жақын тұрса, екеуі орындайды, ал алыс болса Роналду тебеді. Неліктен Роналдудың соққылары соншалықты нәтижесіз болып кетті? Біріншіден, Роналду тепкенде алғашқы кезекте соққының жойқындығына назар ұстайды. Қазір Криш 35 жаса және әрқашан жойқын соққы жасауға қауқарлы бола бермейді. Екінші себеп дәл сол Дибала және Пьяничпен жүретін бәсекелестікте жатыр. Олар доп қақпаға жақын тұрса, шынымен де өте нәтижелі. Десе де соңғы 2 маусымда Роналдуда да өзіне өте ыңғайлы позициялар кездесті. Алайда Криш ол жерде де соқпады. Үшінші себеп, бәлкім Роналду айып топқа келгенде өзіне деген сенімділікті жоғалтты. Клубтық деңгейдегі соңғы голын Криш сонау 2017 жылы соқты. Нәтижесінде неғұрлым бұл серия жалғаса берсе, Роналдуға түсетін қысым соғұрлым үдей түседі. Әзірге туриндік айып топтар атты қарғысын Роналду әлі жеңбеді. Десе де егер маусым жалғасын тапса, Криштің айып топтарын бақылаған өте қызықты болады. Себебі бұл жігіт дегенінде тұруға үйреніп қалған емес пе. Бейнероликке 2000 лайк қадалса, Мессидің феноменалды айып топтарын және сәтсіз пенальтилерін талқылайтын боламыз. Ал әзірге осы. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.